Қайырлы күн. Бүгін сіздермен қантсыз печенье пісіретін боламыз. Ал біз бісміллә деп бастаймыз. Ең алдымен 2 бананды вилкамен езіп шығамыз. 5 құрманы сыртын тазалап, сүйегін алып, вилкамен езіп шығамыз. Езілген бананды құрмаға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Екеуін блендерден өткізсек те болады. Құрғақ ингредиенттерді бір-бірімен араластырамыз. Бізде рисовая мука, ванилин, разрыхлитель. Осы жерге сахарозаменитель қоссаңыздар болады. Осыған біздің сұйық продуктілерімізді қосамыз. Банан мен құрманы және сары май. Жақсылап иленген қамырды 15 минутқа қалдырамыз. Қамырды жайғанға дейін пешімізді қосып қоямыз. Қамырды оқтаумен қатты жұқа қылмай жақсылап жаямыз. Өзіңізге ұнаған формада жасап, противендегі пергаментке печеньені жайып шығамыз. Менде 13 дөңгелек печенье шықты. Печеньелерді 180 градустағы қызып тұрған пешке 15-20 минутқа пісіреміз. Осы видеода мен печеньеге сахарозаменитель қосқан жоқпын. Біздің печеньеміздің түрі әдемі болып шықты, ал дәмінен банан мен құрманың дәмі шығады. Астарыңыз дәмді болсын.